Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз ерекше тамшы тәріздес дәмді самсалар дайындап үйренеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Оған 100 мл сары майымызды ертіп қосамыз. Және 50 мл сұйық май құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. 450 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыздың жақсылап иін қандырып, бетін жауып тоңазытқышқа кем дегенде жарты сағатқа немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 200 грамм тауық етіне 1 картоп, 1 пияз ұсақтап турап қосамыз. Оған қара бұрыш, қызыл паприка және тұз салып жақсылап араластырамыз. Тауық еті майлы болмаса, кішкене сұйық май қоссаңыздар болады. Екінші салмамызға 200 грамм сиыр етін турап, оған 1,5 картошка және 1 пиязын ұсақтап турап қосамыз. Ұсақталған сыра, қара бұрыш және кориандр қосып, және 1 шай қасық тұз қосамыз. 2 шай қасық сұйық май құямыз. Егер еттеріңіз майлы болса, сұйық май қоспасаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Тынған қамырымызды ортасынан 2-ге бөлеміз. Осылай қылып дөңгелетіп аламыз. Яғни сопақшалап, одан осындай кішкене бөліктерге бөліп дөңгелетіп аламыз. Осы қамырда менен 10 самса шықты. Сіздер сәл кішірек қылып 12 немесе 14 самса шығарсаңыздар болады. Салмамызды салып, самсамызды тура осы видеодағыдай түйеміз. Екі шетін осылай біріктіреміз. Өте оңай, тура тамшы тәріздес болып шықты. Енді сиыр етінің салмасымен көрсетейін. Осылай фаршымызды ұзыншалақ қып саламыз. Шеттерін тура осы видеодағыдай жинап, түйіп шығамыз. Қалғандарында дәл осылай түйіп аламыз. Противенға пергамент қағазын төсеп, түйген жағын астына қаратып салып шығамыз. Мен бір шетіне тауық етінен жасалған самсаны, екінші шетіне сиыр етінен жасалған самсаларды тізіп шықтым. Бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Бәрін жағып алған соң, тауық етінен жасалған самсаларға ақ күнжіт, сиыр етінен жасалған самсаларға қара күнжіттан сеуіп шықтым. Дайын болған самсаларымызды алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісті, дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді. Астыларда күймей әдемі болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа самсалардың рецептері бар. Ашып қарап көрсеңіздер болады.